2025 жыл мекемеміз үшін мазмұнды да нәтижелі, маңызды жетістіктерге толы жыл болды. Өткен жылы алға қойылған міндеттер жүйелі түрде жүзеге асырылып, қызмет сапасын арттыруға, ұжымның кәсіби дамуына және қоғаммен байланыс нығайтуға басымдық берілді. 2025 жылы кітапхана қызметін пайдаланған оқырмандар саны 22 мыңға артып, тұрақты оқырмандар қатары едәуір толықты. Бұл кітапханаға деген сенім мен қызығушылықтың артқанын көрсетеді. Жыл қорытындысы бойынша кітапхана қоры жаңа әдебиеттермен толықтырылып, түрлі форматтағы баспа, аудио, электронды кітаптар саны көбейді. Қорды жаңарту, сапалы қызмет көрсетудің басты бағыттарының бірі болды. 2025 жылы мекемемізде бірқатар ауқымды мәдени ағартушылық, әлеуметтік маңызы бар іс-шаралар ұйымдастырылып, қызмет көрсету сапасы жаңа деңгейде көтерілді. Инновациялық жобалар енгізіліп, оқырмандармен және серіктес ұйымдармен байланыс күшейтілді. Инклюзивті бағыттағы жұмыстар мен заманауи қызмет түрлері кеңінен дамыды. Жыл қорытындысы бойынша мекеме және қызметкерлері еңбегі тиісті деңгейде бағаланып, сапалы және жергілікті деңгейдегі марапаттарға ие болды. Атап айтқанда, еңбек ардагері, Қазақстанның құрметті кітапханашысы, құрметті кітапханашы төс белгісімен марапатталған болатын. Бұл ұжымның кәсіби біліктілігі мен жауапкершілігінің айқын дәлелі. 2025 жылы ұзақ жылдар бойы адал еңбек етіп, мекеменің дамуына өлшеусіз үлес қосқан бірқатар қызметкерлер, яғни жоғары дәрежелі кітапханашы Назилия Турабайқызы, Нина Михайлова, Гүлнар Ережепқызы, Қуаныш Рақымжанұлы зейнеткерлікке шықты. Олардың еңбегі, тәжірибесі мен өнегелі жолы жас мамандар үшін үлгі. Ардақты әріптестерімізге зор алғысымызды білдіреміз. Жыл ішіндегі мекеме қызметкерлері белсенді еңбегі, кәсіби шеберлігі және қоғамдық жұмыстарға атсалысқан үшін 24 қазан кітапханашылар күніне орай кітапханамыз Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыдықбеков атынан алғыс хатымен, Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалының төрағасы Мұрат Жолдықожаев атынан және де кітапхана директоры Ахат Қанатұлына алғыс хаты, құрмет грамоталарымен марапатталды. Бұл әр қызметкердің еңбегі ескерусіз қалмағанының белгісі. 2025 жыл бірлік пен еңбек, жаңашылдық пен табыстың жылы болды. Алдағы уақытта да ортақ мақсат жолында аянбай еңбек етіп, жаңа жетістіктерге жете береміз.